Жай бөлшектер мен аралас сандарды бөлу. Мысалдар қарастырайық. Келесідей 3-тен 1 бөлу 7-тен 2 тең. Бұл жерде бөлген кезде бірінші бөлшекке тиіспейсіңдер, 3-тен 1 деп жазып қоясыңдар. Ал мына бөлу амалын көбейтуге алмастырасыңдар. Сосын екінші бөлшектің алымы мен бөлімінің орнын ауыстырасыздар. Мына 2 мен 7-нің орнын ауыстырасыздар. Сонда бізде пайда болады мынандай бөлшек 2-ден 7 деген. Сосын ары қарай жай бөлшектерді қалай көбейтіңдер, солай көбейтесіңдер, алымын алымына, бөлімін бөліміне. Сонда пайда болады бізде 6-дан 7. Енді қарасаңыздар, бұл жерде бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырайық. Сонда 7-нің ішінде 6 бізде біреу бар, яғни 1 бүтін 6-дан 1 болады. Есеп аяқталды. Келесі мысал. Мысалы 5 бүтін 2-ден 1-ді бөлу керек 4-ке. Бұл жерде мына аралас санды айналдырасыңдар бұрыс бөлшекке. Сонда бізде пайда болады 2-ден 11. Мына бөлуді алмастырасыңдар көбейтуге. Ал 4-тің астына жазасыңдар 1. Сосын мына жердегі бөлшектің алымы мен бөлімінің орнын ауыстырасыздар. Сонда бізде пайда болады 4-тен 1 тең. Енді жай бөлшектерді көбейткенде алымына бөліміне көбейтесіздер. Сонда пайда болады 8-ден 11. Келесі мысал 5-тен 2-ні бөлу керек 25-тен 2-ге. 5-тен 2-ге тиіспейміз. Бөлуді алмастырасыңдар көбейтуге. Одан кейін 2 мен 25-тің орнын ауыстырасыздар. Енді жай бөлшектерді көбейткенде көбейтеміз. Көбейтпестен бұрын байқауға болады 5 пен 25 сендерде қысқаратын. Қысқартамыз 5-ке. Мында 1 қалады, мында 5. А мында 2 мен 2-ні қысқартуға болады 2-ге. Мында 1 қалады, мында да 1 қалады. Сонда бізде пайда болады 1-ден 5. Бөлшектің бөлімі 1-ге тең болса, тек алымын жазамыз, яғни 5. Есеп аяқталды. Келесі 12-ші есеп. 8-ді бөлу керек 21-ден 16-ға. Бөлейік. 8 астына 1-ді жазамыз. Оны қайттан 1-ден 8 деп жазып қоямыз. Бөлуді көбейтуге алмастырамыз. Одан кейін бар бөлшектің алымы мен бөлімінің орнын ауыстырасыздар. Сонда 16-тан 21 шығады. Сосын ары қарай қысқартуға болады. 8 мен 16-ны қысқартасыңдар 8-ге. Сонда мында 8-дің орнында 1 қалады, ал 16-ның орнында 2 қалады. Сонда пайда болады бізде 2-ден 21 деген бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті айналдырамыз. Аралас санға 21-дің ішінде 2 10 бар, сонда 10 бүтін 2-ден 1. Болды, есеп аяқталды.